Бәріңе сәлем. Бәрің білетіндей мен ютубермін. Значит, маған нормальный ютубер сияқты нормальный микрофон алу керек. Бірақ менің каналымның аты ачык болғандықтан, мен даусымды телефондағы диктофонға жазамын. Сосын маған бәрі норм болады. Бірақ мен жақында диктофоннан шыққанда микрофон аламын деп шештім. Тағы да каналымның аты ачык болғандықтан, мен Алиэкспресске микрофон деп жаздым да, қайсысы бірінші тұр соны ала салдым. Вот тупой деп айтуға болатын еді, бірақ жоқ. Себебі мен сөйлеп тұрған микрофон бағасы 10 000 теңге болады, значит арзан. Ал даусын өздерің де естіп тұрсыңдар. Бүгінгі видеода осы микрофонды алу басқа микрофонды алғаннан қарағанда неге 2 есе выгодно екенін айтамын. Және микрофонға ютубта жоқ обзор болады. В общем айтқанда видео қызық болады, жейтін заттарыңды алып алыңдар, хватит пи***ть, видеоға кеттік короче. Это переход, короче. Бәрің білетіндей осыдан 3-4 видео бұрын мен геймерлік жинақ туралы видео түсірген болатынмын. Сол видеода осы микрофонды мен сендерге кеңес берген болатынмын. Сол кезде мен бұл микрофонды өте керемет деп ойлаған жоқпын. Бірақ отзывтарын көріп, бұл микрофонның қандай күшті екенін көрдім. Бұл микрофонның дауысы, енді өздерің түсіндіңдер ғой, микрофонның дауысы өте керемет. Әрине, бұл микрофонның дауысы жаман болу керек, себебі бұл микрофонның бағасы 10 000 теңге тұрады. Говно BM800 немесе говно ноунейм микрофондарға қарағанда, осы микрофонның дауысы өте керемет микрофон. Негізінен мен осы каналды ашпай тұрып, музыкамен айналысқан болатынмын. Кейбіреу білет, кейбіреу білмейді, бірақ FL Studio деген программада дауыс жазып, сондай нәрсеге өте қызыққан болатынмын. Енді одан кейін маған барлық заттар жетті, бірақ микрофон ғана жетпей тұрды. Сондықтан мен өзім микрофон заказ бергім келді. Қазақстандағы магазиндерге кірген кезде мен микрофондардың бағасына қарағанда шок болдым. Өйткені Қазақстандағы интернет магазин немесе Қазақстандағы телефон, техника, компьютер сататын магазиндерде микрофондардың бағасы ең минимум 30 000-нан басталады. Енді өздерің білесіңдер, маған бәрібір. Бірақ Қазақстаннан микрофон алатын болсаңдар, ең минимум Samsung деген микрофонды алуға ғана кеңес беремін. Себебі бұл микрофонның бағасы 30 000, яғни Қазақстанның ценовой категориясының нормальный суммасы ол 30 000 теңге. Осы 30 000 теңгеге Samsung деген микрофонды алсаңдар болады. Ең бірінші мен оқиғамды айтайын. Осыдан 40 күн бұрын мен өзіме Fifine K669 деген микрофонды алғым келді. Барлық обзор бойынша бұл китайский және де ең танымал микрофон болып саналды. Және де маған бұл микрофонның дауысы өте керемет ұнады. Егер микрофон алатын болсаңдар, параллельно ақшаларың 15 000-нан асатын болса, онда сендерге Fifine K669 немесе Fifine K670 немесе Fifine T669 деген версияларды алуға кеңес беремін. Себебі бұл микрофондар дауыс жағынан өте керемет, және де T669 деген версиясында микрофонға арналған барлық өзінің құрылғылары бар. Яғни паук, поп фильтр деген сияқты барлығы комплектімен сатылады. Бұл микрофондарға ссылка описание қалдырып кетемін, бірақ менің бұл жерде ситуациям басқашалау болды. Мен микрофон алатын кезде, менің бюджетім 10 000 теңге болды. 10 000 теңгеге маған 2 микрофон алуға болатын еді. Біріншісі Boya M1 деген петличка, екіншісі BM800 деген говно микрофон. Және де сонымен бірге звуковая карта алу керек болды. Бірақ ютубтан біраз обзор көріп, мен Fifine K669 деген микрофонды таптым. Осы микрофон 15 000 теңге болды, бірақ маған тез микрофон алу керек болды. Сосын Алиэкспресске Fifine K669 деп жаздым. Осы жерде мен таңғалдым. Алиэкспрессте ең бірінші болып тұрған 10 000 теңгелік микрофонды көрдім. Бұл микрофонның аты Newbie, яғни бұл микрофонды мен қазір қолданып отырмын. Осы микрофонды бастымда отзывтарын оқығанда бүкіл адам осы микрофонды мақтады. Бірақ осы жерде мен ютубқа осы микрофонның обзорларын көрейін деп шештім. Бірақ ютубқа осы микрофонның обзорын іздеген кезде мен бірде-бір обзор таппадым. Біраз ойландым да, барлық отзывтары керемет болғаннан кейін бұл микрофон керемет шығар деп ала салдым. Осы микрофонды алғаннан кейін бұл микрофонның продавецінің бір минусын байқадым. Бұл микрофон маған 40 күнде жетті. Сол продавецтің бір минусы болды. Бірақ негізінде продавец өте керемет продавец екен. Адамды алдамайды, және де бәрі нормальный, бәрі мықты күйде жетті. Описание бойынша да микрофон өзінің описаниясына сай болды. Сондықтан да мен бұл продавецке 4 деген баға қойдым. Бұл жерде көбісі я 4 қойдың деп сұрау мүмкін. Вроде бәрі нормальный, ештеңе болмаған. Микрофон жақсы келді. Жарайды 5 қойға болатын еді, бірақ микрофон өте ұзақ болды. Сондықтан мен осы продавецке 4 деген баға қойдым. Бірақ бұл микрофон 40 күнде келді деп айта алмаймын. Өзімнің тупойлығымның кесірінен бұл микрофон 50 күнде келді. Бірақ өзімнің тупойлығым деп те қатты айта алмаймын, себебі былай болды. Ең бірінші Алиэкспрессте микрофонның отслеживаниесіне кірген кезде прибыло в офис назначения деген статусты байқадым. Осы статустан кейін мен Googleға кіріп, гуглить ете бастадым. Google'дан мен байқағаным, адамдар көбінесе прибыло в офис доставки дегеннен кейін успешно доставлено деген статус шығады екен. Осы статус шыға ма деп ойлап біраз күттім.
Яғни бәрі айтты, телефонға сообщение келеді деп. Білем, я телефонға сообщение келетінін оны білемін. Сосын телефон сообщениесін күттім. Сосын бір 10 күн өткеннен кейін товар көп күн сол статуста тұрғанын байқадым да, мен Қазпоштаның өзінің сайтына кіріп, трек номерім бойынша товарды отслеживать етіп едім. Яғни өздерің скриннан көріп тұрсыңдар, осындай сообщение келді. Содан кейін мен бірден Қазпоштаға жүгірдім. Қазпоштаға келгеннен кейін екі тянка отырды. Сорға осы скринді көрсеттім да, товарымды маған алып берді. Товарымды алдым да, неге маған сообщение келмеді деп сұрап едім. Осы қыркүйек айынан бастап ешқандай телефонға сообщение келмейді деп айтты. Яғни бұл коронавирусқа байланысты ма білмедім, бірақ осылай айтты. Сондықтан да сайтқа кіріп товарларыңның қаяқта жүргенін көріп алсаңдар болады. Вот енді мен товарымды алдым. Енді осы товардың распаковкасына көшейік. Товар осындай серия пакетикта келді. Пакеттің размері үлкен деп айта алмаймын. Ішінде кішкентай коробка болды. Коробканың сыртында микрофонның суреті болды. Бірақ мына жерде мен Қазпоштаға ренжіп қалдым. Себебі менің керемет коробкамды осылай құртқандары үшін. Жалко. В общем, маңызды емес. Енді мен коробканы ашатын кезде осы жерден коробканы аша алмадым. Бірақ коробканы бірдеңке қылып аштым. Коробканың ішінен микрофонның заттары шықты. Яғни бірінші бетінде түсініксіз қытайша инструкция шықты. Және де продавецтің керемет упаковкасы жатты. Себебі бұл жерде микрофон құлап қалудан сақтайтын губкаларда орналасқан. Сол үшін продавецке 5 деген баға қоюға болады. Және де коробкадан ең бірінші шығатын заттардан бастайық. Бұл жерде инструкциядан кейін крепление шығады. Яғни микрофон мен микрофонның треногиін екеуін қосатын крепление. Бұл крепление арқылы микрофон нақты және де сенімді тұрады. Осы крепление арқылы микрофонды өзіңе ыңғайлы қылып айналдыруға болады, және микрофонды өзіңе ыңғайлы қылып бұрып алуға болады. Келесі кезекте ыңғайлы треноги. Бұл треноги арқылы микрофонымыз тіке тұрады. Мен кейбір микрофондарға обзорлар көрген кезде кейбір микрофондардың треногилары өте ыңғайсыз болған, және де берік емес, түртіп қалсаң құлататын треногилар болған. Бірақ та менің микрофонымда маған повезло болды ма, білмеймін, әйтеуір маған ыңғайлы треноги келді. Бұл треногиға сене аламын, себебі бұл өте ыңғайлы треноги. Келесі кезекте микрофонның шнуры. Микрофонның шнуры 1,5 метр болып шықты. Яғни бұның бәрін түсіріп болғаннан кейін мен осыны айтып отырмын. Және де мен былай ойладым. Микрофонның разъемы бір қытайша түсініксіз разъем бола ма деп ойладым. Бірақ та маған USB 2.0 кәдімгідей түсінікті өзімізге ыңғайлы разъемды берді. Және де микрофонға тығатын жері. Бұл туралы көп айтатын нәрсе жоқ. Өте ыңғайлы шнур. Егер де сендерге 1,5 метр жететін болса жетеді, бірақ менікі ноутбук болғандықтан жетеді. Егер де сендерде компьютер болатын болса, онда компьютердің орналасуына байланысты қиын болуы мүмкін. Бірақ та ондай проблеманы шешу оңай. Ол үшін AliExpress'тен USB хаб заказ беруге болады. Егер де мүмкіндік болып жатса, онда описанияға мен USB хабқа ссылка қалдырып кетемін. Келесі ең қызығы және де ең маңыздысы бұл микрофон. Микрофон өте керемет, темір металдардан жасалған, және де өзінің дауысын басқаратын кнопкасымен бірге келеді. Микрофон ыңғайлылығы жағынан және де металл жағынан өте керемет, сапалы орындалған микрофон болып шықты. Және де микрофонға мен 5 деген бағаны қоямын. Микрофон ғана емес, осы креплениеге және де треногиға бәріне 5 деген бағаны қоямын. Бірақ енді доставка ұзақ болғандықтан, доставка үшін мен осы продавецке 4 деген бағаны қойдым. Ал енді микрофонның минустарына келейік. Ол минус микрофонның жанатын көк түсті светі. Бұл свет өте қатты жарық жанады, көзді жаман қатты ауыртады. Осымен осы микрофонға обзорымыз бітті. Мен микрофонды алғаныма өкінбеймін, себебі бұл микрофон өте керемет микрофон болып шықты. Сондықтан да сендерге осы микрофонды заказ беруге ұсынамын. Бұл микрофонмен YouTube'да осындай мен сияқты обзорлар түсіруге немесе сондайға болады. Және де YouTube'да Let's Play ойындарды түсіруге болады. Сосын микрофонмен дауыс жазуға да болады. Бірақ ол үшін өте көп оборудованиялар, құрылғылар керек болады. Сондықтан да білмеймін енді, бірақ өздерің шешесіңдер. Бірақ инструменттердің дауыстарын жазуға да болады. Сондықтан да микрофон өзінің бағасына сай, даже өзінің бағасынан асып кете алады. Сондықтан да микрофонды сендерге кеңес беремін. Ал видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, осы видеоны достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Және де комментарийға жазып кетіңдер, осы микрофон сендерге ұнады ма, ұнамады ма. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.